Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай мақтадай жұп-жұмсақ болып шығатын булочкилардың құпия рецептісімен бөлісетін боламын. Кондитерлік магазиндерде сататын булочкилардан еш кем емес, жасап көруге кеңес беремін. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, қантымызды саламыз. Содан соң ашытқымызды саламыз. Барлығын бірдей масса етіп араластырып аламыз. Бір шай қасық тұзымызды саламыз. Содан соң 2 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып, сұйық майымызды қосатын боламыз. Менде күнбағыс майы. Ұнымызды салып, ұнымызды бірден барлығын қоспаймыз. 2 бөлікке бөліп қосуға кеңес беремін. Ұнымыздың жарты бөлігін қосып болған соң, үстінен 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып жіберетін боламыз. Сонда қамырымыз өте жақсы көтеріледі және дрожждың иісі мүлдем болмайтын болады. Және де жұп-жұмсақ болып шығады. Осындай қолға жапсыратын қамыр болған уақытта бөлме температурасындағы сары майымызды алып қосатын боламыз және де жақсылап араластырып қамыр илеп алатын боламыз. Ұнның қанша грамм қосылғанын толық описанияға жазып қалдырып кететін боламын. Дәл сол ұнды қоссаңыз, артық ұнды қажет етпейді. Бізде осындай әдемі қамыр иленіп шығатын болады. Кішкене қолға жабысатын қамыр болады, бірақ артық ұн қосудың қажеті жоқ. Мінекей ең соңында 1 ас қасық 6% уксусымызды қосатын боламыз. Мен айтқан құпия булочкидің рецептісі дәл осы жерде. Құпиясы ол уксус қосылады. Сіздер де осылай уксус қосып 1 рет жасап көріңіздер, 2-ші рет тағы жасайтын боласыздар. Қамырымыз осындай қолға жабысатын қамыр болып шығады. Бетін пленкамен жауып, жылы жерге 40 минутқа немесе 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Арада 40 минут уақыт өткен соң, мінекей осылай күшті болып көтеріліп шықты, өте пышный болып шықты. Шынымды айтсам, мына қамырға өзім таңғалып тұрмын, себебі мен ашытқан қамырлар үнемі ашымай қалады, немесе дұрыс көтерілмей қалады. Немесе 3 сағаттап тұрып содан соң көтеріледі. Ал мына қамырға өзім таңғалып тұрмын, осындай күшті болып 40 минуттың ішінде осындай пышный қамыр болып шықты. Мен секілді қамыры дұрыс ашымай жүрген қыз-келіншектерге таптырмас рецепт. Қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы, қолға жабыспайды, ұнды қажет етпейді. Қамырымызды алып осылай мен 10 бөлікке бөліп шықтым. Сіздер қалауларыңыз бойынша әртүрлі бөлікке бөлсеңіздер болады. Содан соң қамырымыздың барлығын дөңгелекше етіп, осындай формаға келтіріп алатын боламыз. Барлығын дайындап алған соң қамырымызды 15-20 минутқа бетін жауып демалдыратын боламыз. Сонда қамырымыз қайтадан көтеріліп шығатын болады. 10-15 минут күтетін боламыз. Бетін ашық қалдырмаңыз, себебі беті қаясып қалуы мүмкін. Мінекей 15 минут уақыт өткен соң осындай қайтадан әдемі болып көтеріліп шықты. Қамырды оқтаусыз жайсаңыздар болады. Қолмен жаюға да өте ыңғайлы. Салмасына мен осындай вареный сгущенканы қолдандым. Бірақ сіздерге бұл вареный сгущенканы қолдануға кеңес бермеймін, себебі мен білмей алып қойдым. Өте сұйық және де булочканың сыртына барлығы ағып кетті. Алатын болсаңыздар, қою вареный сгущенканы алуға кеңес етемін. Қамырымызды жақсылап біріктіріп, осындай домалақ пішінге келтіріп алдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша қалаған пішінде жасасаңыздар болады. Кез келген булочкиға бұл рецепт келе береді. Мінекей екіншісін алып көрсетейін. Екіншісіне дәл солай қолмен жайып алатын боламыз және де вареный сгущенкамызды салып, домалақ пішіндес етіп, пішінге келтіріп алатын боламыз.
қамырымызды жақсылап біріктіреміз. Формамызға орналастырып алатын боламыз. Содан соң бетін қайтадан жауып, 10 минутқа көтерілуге қалдыратын боламыз. Ал оған дейін бетіндегі крошкасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге сары май және де қант және ұнымызды қосып, барлығын бірдей осылай араластырып шығатын боламыз. Мінекей арада 10 минут өткен соң осылай күшті болып көтеріліп тұр, дайын тұр. Ал енді булочкаларымыздың бетіне қызарып әдемі болып пісіп шығу үшін жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Крошканың орнына мак немесе кунжут қолдансаңыз болады. Бірақ крошкамен өте дәмдірек болып шығатын сияқты. Өзіме крошкамен қатты ұнады. Бетіне осы крошкаларымызды орналастырып шығатын боламыз және де 180 градусқа духовкаға жіберетін боламыз. Мінекей арада 30 минут уақыт өткен соң осылай жып-жұмсақ болып пісіп шықты. Мен өз-өзіме таңғалып отырмын, себебі мен булочкаларым өмірімде бұлай жұмсақ болып шықпаған. Мына булочканы мен жасаған ба деп өз-өзіме сенер емеспін. Сіздер де дайындап көріңіздер, жасап жатсаңыздар ас болсын. Каналыма тіркеліп лайк басып қойсаңыз өте қуанышты болар едім. Рахмет.